Сәлем, менің есімім Саманта. Мен жай ғана Америка Құрама Штаттарының 5-ші сынып оқушысымын. Немесе бәрі солай ойлайтын. Ал мен бір күні әлем картасына қарап отырып, неге үлкендер бір-бірімен соғысады, ал біз, балалар, достасып кете береміз, деп ойладым. Ол кезде дүниені қырғи қабақ соғыс деп аталатын мұздай сезім билеп тұрған. Екі үлкен держава, ақш пен Кеңес одағы бір-бірін үнемі аңдып, ядролық түймені басуға дайын тұрғандай көрінетін. Ал мен болсам жай ғана бейбітшілікті қалайтын кішкентай қыз едім. Бір күні теледидардан жаңалық көрдім. Кеңес одағының басшысы Юрий Андропов жаңа қызметке кірісті. Жай ғана жаңалық, бірақ менің басыма бір ақыл келді. Неге оған хат жазбасқа? Неге оған бейбітшілікті қалайтынымды айтпасқа? Ал менің хатым күтпеген жерден Андроповтың өзіне жетіп, мені өзіне шақыртты. Бара жатқанда қатты қобалжыдым. Бірақ ол кісі менің қорқынышым мен іштегі сезімімді түсінгенде қатты қуанып кеттім.